Баршаңызға сәлем оқушылар. Абайды оқы таңырқай бөлімі бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар Абай Құнанбайұлының «Мен жазбаймын» өлеңді ермек үшін және ғылым таппай мақтанба өлеңдері бойынша БЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Назарларыңызда екінші нұсқа. Бірінші тапсырма 3 қадам кестесін толтырыңыз. Яғни бірінші қадам Абайдың «Мен жазбаймын» өлеңді ермек үшін өлеңіндегі көтерілген басты мәселе. Абайдың бұл өлеңінде ақын өз шығармашылығының мақсаты мен мәнін анық көрсетеді. Өлеңде Абай өнердің шығармашылықтың тек ермек немесе атақ даңқ үшін емес, адамзаттың әрі рухани дамуына ықпал ету үшін жазылуы керектігін айтады. Екінші қадам ақын өлеңіндегі жағымды жағымсыз қасиеттерді қозғауының себебі неде? Абай өлеңінде жағымды, білім, ақыл, арды және жағымсыз, надандық, жүрексіздік, жалғандық сияқты қасиеттерді салыстыру арқылы адамды терең ойлануға және өзінің іс-әрекеттерін қайта бағалауға шақырады. Сонымен қатар жағымсыз қасиеттерді сипаттау арқылы Абай адамдардың кемшіліктерін ашып, қоғамның рухани және моральдық ахуалын сынайды. Үшінші қадам қазіргі заманда Абай өлеңінің өзектілігі неде? Абайдың өлеңінде көтерілген адамгершілік пен білім мәселесі, сонымен қатар надандық пен жалғандықты сынау қазіргі қоғамда да өзекті. Абай өлеңінің адамға өмірлік бағдар беруі, білім мен адамгершілікке басымдық беруі қоғамдағы жаңарудың негізін қалаушы ретінде бүгінде өз маңыздылығын жойған жоқ. Екінші тапсырма шығармадан алынған үзіндіні пайдаланып, автор бейнесін анықтаңыз. Бірінші үзінді: ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Екінші үзінді: талап еңбек терең ғой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Үшінші үзінді: біреу үшін үйренсең, біреу білмес сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл, сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма. Бірінші үзінді: автор білімдің және ақылдың құндылығын жоғары бағалап, жалған мақтан мен босқа көңіл көтерудің мағынасыздығын көрсетеді. Бұл бейне адамды саналы өмір сүруге, ішкі дүниесін дамытуға үндейтін тұлға ретінде ашылады. Екінші үзінді: ол адамды тәртіпті, еңбекқор болуға және өмірдегі маңызды құндылықтарды түсінуге шақырады. Талап, еңбек, қанағат сияқты сөздер арқылы автор өмірдің негізін құрайтын маңызды қасиеттерді айқындайды. Үшінші үзінді: бұл үзіндіде автор бейнесі өте терең ойлы және адамдарды олардың ішкі дүниесін, ұстанымдарын, білімін бағалай отырып түсінуге шақыратын дана тұлға ретінде көрінеді. Ол адамның білімі мен іс-әрекеттерін сыртқы келбетіне қарап емес, оның сөзі мен ісіне қарап бағалауды ұсынады.